Бүгін барахолка базарға барып, бала-шағаға нәски-пәски алдық. Енді аяқтары тас кесек болып жүреді. Өзім жыл 12 ай нәски шешпейтіндердің қатарынамын. Содан кейін кайышки бізде мазастанып кетпесін деп үйде отырып өзімен бірге алып жүрдім. Баланың қарны ашқаннан кейін, ой рахмет, ақылды бала, мамасы видео түсіріп жатса, свет жағып беріп жатқан. Қарны ашпасын деп базардың, Алатау базардың алдындағы ағайындардан осы бір палауды сатып алғам. Балаға бермей тұрып бірінші өзіміз жеп көреміз ғой. Сөйтіп бір қасығын жесем, как будто мындай сәбіз ашып кеткен, айнып кеткен сияқты ше. Енді ашмаған, айнып кеткен. Енді нанымен несімен тастауға қимайсың, тастамайын десең жеуге келмейді. Обал күнге айналайындар ау. Бісміллә қасқа. Дүние маған 11-ден бастап біткен. Қазақта бағалай алмағанға бақ қонбайды, қуана білмегенге құт қонбайды дейді. Бақ қайдан келеді, соны бағалау керек дейді. Маған енді табыс табу осы телефон арқылы келгеннен кейін, мен үшін бұл телефон деген дүниелер өте қымбат нәрсе. Сондықтан мен сатпаймын. Енді 11-ді мен ырымдап бір қызға бергем, 12 менде болмаған, мынау 13, 14 болмаған, мынау 15. Мынау 16, мынау маған қытайлық партнерларымыздың сыйға берген Huawei. Бұл сол уақытта шыққан кезінде Қытайдың өзінде 1.700.000-дай тұрған. Бізде ол кезде 3,5 миллион тұрған. Кітап қой кәдімгі. Мен қолымда қазір 17. Стористарда кішкене айырмашылық бар ма? Сезініп атсыздар ма? Енді қарап тұрғанша бір нәрсеге жарап тұрғанда дұрыс бұның. Білмеймін, қимай жүрмше. Бала-шағаға өзімізге барып упаковкамен осындай нәски алдым, оптым алдым. 700 теңгеден дейді штук, ойлаңыздаршы. Баға қайда кетіп барады, айналайындар ау. 700 теңгеге бір штук нәски алатын күнге жеттік. Анияқта бәйбіше мен тоқалдың баласы сияқты қырылып жатыр аналар. Осынан да бала-шағаның нәскелерінің біреуін стиралка жеп қояма. Далада жоғалып бітті дейін десең, баяғыдай далаға барып жайылатындай емес. Үйдің ішінде құрға батыр барлығы. Мына нәскелердің тіккен ата-бабалар бізге риза шығар. Киюге ұят, тастамасаң болмайтындай жағдайға жетті ғой. Мына жерде бәрі бір пары жоқ нәскелер. Келе ғой. Не болды, не қырылып атсыңдар? Мына жігітке дейін нандай упаковка мен нәски алдық қой. Мен нандай балам бар екен, көп адам біле бермейді ше. Арт-артынан болып атқаннан кейін ба түрлерін жаттап үлгеремей атсыздар ғой. На қызға пакетпен алдым ғой. Кәні көрсетші. Сен өзіңдікін көрсетсей, Машоныңкін емес. Мен өзімді көрсетіп, одан Машу синий трактор көрсетіп. Синий трактор жақсы көретін болған соң трактормен алдық қой. Ой, керемет, құтты болсын. Колготки, наскелерің өте әдемі. Синий трактор қайда? Өте әдемі. Ана стройкадағы брачкілерге де нәски алдым, қазір апарып береміз. Андай термо нәски суық өткізбейтін. Әні, жүрек нәски, I love you нәски, құтты болсын. Қызымен біртіндеп көрсетпейтін жасын, упаковкамен полный расцветкасы ғой болды ғой.